Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен 13-ші топқа жататын жалғыз бейнезалды қарастырамыз, яғни ол бор. Ең бірінші бордың периодтық жүйеде орналасқанын қарастыратын болсақ, ол екінші периодта 13-ші топта орналасқан, атомдық номері 5 және салыстырмалық атомдық массасы жоқтағанда 11-ге тең. Енді осы бордың атом құрылысын қарайық, яғни 5 протон, 5 электрон және 6 нейтрон бар. Электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2 және 2p1. Оның екі энергетикалық деңгейіне қарайтын болсақ, яғни екі қабаттан тұрады. Бірінші қабатында энергетикалық деңгейде 2 электрон және сыртқы қабатында 3 электроны бар. Бор жалпы ол кеңістікте валенттілік электрондары орбиталында орналасқан. Бор кристалдық құрым түзеді және оның кристалдығы өте күрделі, яғни үш өлшемді тор түзеді. Бұл жерде міне суретте көрсеңіздер болады. Оның екі изотопы бар, яғни бор 10 және бор 11. Енді бордың ашылу тарихына келетін болса, оны 1808 жылы бірнеше ғалымдар ашқан болатын. Гауссан, Тренард, сонымен қатар ағылшын ғалымдары Хембри Дэви борды осы алғаш рет ашқан болатын. Бордың табиғатта қос күйінде кездеспейтін негізгі минералдардың бураның құрамында, бор қышқылы минералдардың кернейт. Бор көбінесе осы тұзды көлдерінде және минералды құрамында кездеседі. Енді бордың алыну жолына келетін болсақ, ол бор оксидін тотықсыздандыру арқылы алынады. Бұл жерде бор оксидін, яғни магний арқылы тотықсыздандырып алынуы көрсеткен. Ол зертханалық жағдайда жүргізіледі. Бор негізгі қасиеттер, яғни қара немесе қоңыр түсті, қатты зат, өте қатты, балқу температурасы жоғары, электр тогын нашар өткізеді. Бор жалпы оттекпен әрекеттесіп оксид түзеді, азотпен әрекеттеседі, хлормен де әрекеттеседі. Енді қосылыстарына келетін болса, ол бор оксиді, және бор қышқылы бар, және бура атты осындай өзінің тұзы бар. Енді оны қолданыла келетін болса, ең бірінші ол шыны өндірісінде, керамика өндірісінде борды қолданылады. Сонымен қатар химияда ол бор қышқылы өте маңызды. Ядролық, яғни энергетикада нейтрондарды сіңіру де борда қолданылады. Бор өте қатты элементтердің бірі. Бор қосылыстары шынының беріктігін арттырады. Бор өсімдіктер үшін маңызды микроэлемент. Сонымен қатар зертханада бормен жұмыс жасаған кезде қорғаныс құралдарын қолдану керек, химиялық заттарды абайлап пайдалану керек және зертханалық қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Бор жалпы болашақ үшін маңызды. Себебі ол жаңа материалдарды өндірісінде, ядролық технологияларда және электроникада бор қолданылады. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса жазып кетіңіздер және сілтемеде берілген тест тапсырмаларды орындауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға